Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын алмұрттан варенье жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен жуылған алмұрт қажет болады. Алмұрттарды майда бөліктерге бөлеміз. Менде тазаланған алмұрттан жалпы 2 килограмм шыққан болатын. Енді осының үстіне жартысын, яғни 1 килограмм қант қосамыз. Алмұртымызға қантты салғаннан кейін 2-3 сағат тұруы қажет. Қантымыз еріп, алмұртымыздың соғы шығады. 3 сағат өткеннен кейін менің қантым еріп, алмұртымыздың соғы осылай шықты. Су қосудың қажеті жоқ. Енді алмұртымызды газға қойып, жақсылап араластырып, қайнатамыз. Газда тұрған алмұртымызды осылай араластырып тұрамыз. Жалпы 1 сағат қайнағаннан кейін алмұрттың түсі осылай қоңырқай түске боялды. 1-2 рет жақсылап араластырамыз. Осымен біздің алмұрт вареньеміз дайын болды. Газдың астын өшіріп, суығанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін вареньені осылай езсеңіздер де болады, немесе сол күйінде қалдырсаңыздар болады. Мен қатты езбедім, кішкене ғана езіп шықтым. Осымен алмұрттан жасалған вареньеміз дайын болды. Енді оны банкілерге құйып шығамыз. Осы рецептпен алмұрттан варенье жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.